Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді, әрі тойымды осындай керемет самсаның жасалу жолымен бөлісемін. Бұл ерекше самсаны тағам ретінде пайдалансаңыздар да болады. Алдымен бізге салмасына ет қажет болады. Етті ұсақтап турап алдым және пияз бен қызанақты да ұсақ етіп турап аламыз. Алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып алдым. Майымыз кішкене қызғаннан кейін етті салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бізге кез келген малдың еті жарай береді. Мен жылқының етін пайдаланып жатырмын. Қызартып қуырып болғаннан кейін үстінен жаңағы туралып дайын тұрған пиязды қосып, оны да қызартып қуырып аламын. Пиязды қуырып болғаннан кейін оның үстінен қызанақты қосып, оны да бір қуырып аламын да үстінен дәмдеуіштерін қоса береміз. Мен кіші бір бас сарымсақты ұсақ етіп турап қостым және кішкене зира мен қара бұрыш қосып, үстінен су құйып бұқтырып қалдырамыз. Осы орайда оттың асты өте баяу тұру қажет. Арасында асты жабысып қалмас үшін қозғап отырамыз. Еті піскенге дейін баяу отта бұқтырып пісіріп аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болып шығады. Енді самсамыздың қамырын илеуге кірісеміз. Ол үшін 200 грамм жылы суға бір шай қасық тұзды қосып, тұзы кішкене ерігенше араластырып алдым. Осы орайда біздің ұнымыз иеліктен өтіп дайын тұру керек. Үстінен жаңағы суымызды құйып, кішкене сары май құйып жібереміз. Одан соң қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз қатты емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығуы қажет. Алдымен қасықпен араластырып алып, одан соң қамырды қолмен иледім. Міне менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қатты емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықтағы әдемі қамыр иленіп шықты. Иленген қамырды ыдысымызға салып, иі қанғанша бетін жауып 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Осы арада біздің қамырымыздың иі қанып, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Үстелдің үстіне кішкене ұн себе отырып, қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды тым жұқа етпей, немесе қалыңда қылмай, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта жайып алдым. Қамырды ұзынша етіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде осы тестадан 6 дана самса шықты. Міне қалың картонды видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек етіп форма жасап аламыз. Фольгамен картонның сыртын орап шықтым. Міне менде осындай форма дайын болып шықты. Егер бұлай жасау сіздерге қиын болатын болса, бокалдың астыңғы жағымен де формасын келтіріп алып, қамырды орап жасасаңыздар болады. Фольганың сыртынан қамырды орап шықтым. Самсаның тестасы пісу барысында ажырап кетпес үшін жан-жағын, астыңғы бөлігін жақсылап жапсырып аламыз. Жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті қосып, араластырып, самсаның сыртына жақсылап жағып шықтым. Самсамыз әдемі көріну үшін сыртқы жағына күнжетті сеуіп аламыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы, көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің каналымдағы видео бөлімін басатын болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше рецепттерді таба аласыздар. Мінекей достар, самсамыздың барлығын осылайша дайындап алдық. Енді противенге орналастырып, 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 20 минут пісіріп аламыз. Осы арада біз бетіне салатын салмасын дайындай бастаймыз. Ол үшін бізге сыр қажет болады. Мен емер сырын пайдаландым. Сырдың кез келген түрі жарай береді. Сырдың барын өткізіп алдым. Осы арада біздің самсамыздың тестасы да пісіп шықты. Ортасындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Әдемі дөңгелек форма дайын болып шықты. Енді жаңағы қуырып дайындап қойған салмасын сала бастаймыз. Салмасының бетінен үкіштен өткізілген сырды саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін қызып тұрған пешке небәрі 5 минутқа салып аламыз. Сол кезде сырымыз еріп өте әдемі болып шығады.
Ішіндегі салмасының барлығы пісіп дайын тұр, сондықтан аз ғана уақытқа салып алдым. Міне піскеннен кейін сырдың барлығы еріп өте әдемі болып тұрады. Өз қалауларыңызға қарай әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады. Мен қызанақты пайдаланып сәндеп шықтым. Өте дәмді әрі ерекше самсаны сіздер де жасап көріңіздер. Дәмінен де сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео рецепт ұнаса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.